Жақын бүгін әйеліммен ұрысып қалдым, сөзге келіп қалдым, ренжісіп қалдым. Менің ойымша менікі дұрыс, ол кісінің ойынша оныкі дұрыс. Бірақ енді расменде отбасы болғаннан кейін ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды. Мен айтам, сен ыдыс аяқтарды қисып қойдың, сол себепті ол сылдырады. Ол кісі айтады, сылдырамай тып-тыныш тұрған ыдыс аяқты келіп өзің сылдыраттың деген сияқты. Мейлі енді расменде менің тоқ жүруім, күліп жүруім, жадырап жүруім, таза жүруім тікелей келіншегіме байланысты. Менің балдарымның анасы, менің сүйікті жан-жарым, қатты жақсы көрем. Әйеліңді еркелеткенің ол өзіңді еркек еткен дейді. Кереметте гүл шоқтарын алып кешірім сұрағалы жатырмын. Вақтымызды папасы екеуміз Эмирге арнап жатырмыз. Безімитіне алып, сына жақтан. Эмир шашағанша ол жақта жүреміз. Секір. Молодец. Абди. Сен көтере ма папасы? Папасы? Секіруді білмеймін. PS турнир жүруге кетіп қалғанымыз бар. Ассаламу алейкум. Ақтүймейді. Кеше келдім ал. Білеріңіз түсінбей жатқан шығарсыздар. Мына Дианаға не болды бүгін бір видеоны қайталап сала берді ғой деп. Бүгін білмеймін, фан аккаунттарымыздың жасаған видеолары өте қатты ұнап жатыр. И менің өзімнің бүгінгі лук және де бүгінгі образым, бүгінгі макияж, прическа барлығы идеально өзіме қатты ұнады. Және де образыма прям андай довольная болды, сондай болып жатырмын. Өйткені мен всегда киімімді Әселямен ақылдасып аламын. И Әселяның образдары маған всегда ұнайды. И ол всегда күшті образдар таңдап береді. Сондықтан бүгін енді Қалай? Сіз өзіңіз қайықтар ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Көптен келмедік. Көрсетейік. Жаңа жылдан кейін бір жетіп тұрдық. Сондықтан көріп отырғаныңыздар жаңа жылдарыңызбен аман болыңыздар. Бұйыртса жаңа Айбат, сіздің көңіл күйіңіз қалай? Қайырлы күн, қазақ елі көңіл күй тамаша. Кешегі тақырып әрине мен үшін ауыр болды. Сонда да жақсы көңіл күй әрдайым ұнаймайын. Тек қана алға өмір жалғасып жатыр. Алхамдулилlah, жақсы. Бүгін менде мынандай сұрақ болып тұр. Егер де сіздің болашақ келіншегіңіздің анасы немесе әкесі болса, соны бірге алып кетейік, бірге тұруға десе, келісесіз бе? Әкесі немесе анасы болып жатса. Әлі екеуін де алып кете аласыз. Екеуін де алып кете аламын. Олар да менің әке-шешем қызын алып отырмын. Ал егер де оқырмандар, біздің жаңа қатысушылардың бірі Барыс деген жігіт, сіздің көңіл күйіңіз қалай? көңілге керемет. Біздің ортаға үйренісіп жатырсыз ба? Үйреніп қалдым, жақсы бәрі. Менде мынандай бір сұрақ болып тұр. Егер де сіздің келіншегіңіз етіп алайын деп отқан қыз, үйдің жалғызып, ата-анамен бірге біздің үйге тұрайық десе, сіз барасыз ба? Жоқ, мен ондай дүниеге қарсымын. Қарсысыз? Қарсымын. Ал өзіңізбен бірге алып кетуге? Оған да қарсымын. Оған да қарсысыз. Не себеп? Себеп әр отбасы өзі жеке тұрған дұрыс. Менің әке-шешем жеке тұрған дұрыс. Мен өз отбасыммен жеке тұрған дұрыс. Болашақ жолын. Ал ойламайсыз ба, қарттық жасқа келгенде қиналып қалады деген сияқты? Көмектесеміз ғой. Ешкім шаққа кетіп баратқан жоқ. Жанындамыз. Барып тұрасыздар, беруге дайынбыз.